Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздерге қонақ күткен кезде асартидың жанына болгарскийді осылай әсемдеп қоюдың үлгісімен бөлісетін боламын. Тек қана түрі ғана әдемі емес, сондай-ақ дәмі де ерекше, аузыңызда қалары сөзсіз. Толық бастан аяқ видеоны көріңіздер, барлығын түсіндіріп өтемін. Ең алдымен күрішімізді жақсылап 3-4 қайтара жуып тазалап крахмалын кетіріп аламыз. 1 пиалай күрішке 2 пиалай суды құйып, газымызға қойып аламыз. Одан соң болгарскийімізді жуып тазалап сыртын ашимыз. Осылай тура ортасынан, басындағы сабағын алып тастамай, ортасынан бөліп аласыздар. Сабағы қажет болады, тек қана ортасындағы артық керек емес жерін ғана алып тастаймыз. Сонда дастарханға қойған кезде әдемі вид беретін болады. Енді мен мына жерде жасыл болгарды таңдадым. Кез келген болгарскийді таңдай берсеңіздер болады. Қызыл болгарский де тез піседі, яғни дастарханның көркін ашады. Мен енді қалтаға қонымды болғаннан кейін жасыл болгарскийді таңдадым. Енді салмасына келсек, тартылған ет және де қайнап дайын болған күрішімізді салып аламыз. Үстінен татымына қарай тұз және де қара бұрыш қосасыздар. Артық заттың қажеті жоқ, тек осымен ғана істесеңіздер дәмі жақсы болып шығады. Енді барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Күрішімізді орташа етіп қайнатып алғанымыз дұрыс, пешке салған кезде піспей қалмас үшін. Және де фаршымызды осылай 3-4 қайтара ұрып жібереміз, сонда бір-біріне жақсы бірігетін болады. Енді тазаланған болгарскийлерімізге осылай жақсылап молынан тығыздап отырып сала берсеңіздер болады, және бетін бір тегістеп аласыздар. Тура видеода көрсетілгендей етіп барлығын жасай бересіздер. Түсінбесеңіздер толық нұсқасын описание бөліміне, яғни астына жазып кететін боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Осылай болгарларымыздың барлығына жақсылап толтырып салып алғаннан кейін табамызға орналастырып аламыз. Араларын жақын етіп орналастыра беріңіздер. Укропымызды майдалап турап ыдысымызға салып, сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Кез келген сыр жарай береді. Мен мына жерде имирдің сырын қолдандым. Енді үстінен сарымсақ салып аламыз, яғни чеснокты салып аласыздар. Үстінен майонезімізді салып аламыз. Егер де майонез болмай жатса, 20% қаймақты қолдансаңыздар да болады, бірақ майонезбен жақсырақ дәмі үйлеседі. Барлығын осылай араластырып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан соң дайын болған болгарларымыздың үстіне осылай пышақтың көмегімен жағып алсаңыздар да болады. Негізінде жұқа етіп жақпай, осылай қалыңдау етіп жаға берсеңіздер, дәмі жақсы үйлесетін болады. Мен мына жерде тек пышақпен ғана сылап өткенімен, кейін үстінен тағы да бір қайтара жағып шықтым, яғни видеода көрінбеді. Молынан артығымен істей беріңіздер, сонда дәмі жақсы болып шығады. Қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Пешті алдын ала қыздырып қойғандарыңыз дұрыс, және де 180 градусқа пешіміздің астын жайлау қойып, шамамен 1 сағаттай пісіріп алдым. Себебі болгарскийіміз жасыл болғандықтан ұзақтау піседі, сондықтан да пештің астын жай қойып отырып 1 сағатқа қойып алғандарыңыз дұрыс, және де еті де жақсы пісіп шығады. Одан соң көріп тұрғандарыңыздай біздің болгарларымыз дайын болды. Қонақтарға қойып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Арасы да жақсы пісіп дайын болған. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.